Екі елді шулатқан Ерсайдың тойын көріп жатырсыздар ма? Мен де әйтеуір қоймай арасызда қарап жатырмын уақытым болғанда. Жалпы бұл енді екі елді шулатқан той болды, айтпай. Іші күйгендер енді тұзжалап, сырты күйгендер мұзжалап жатыр екен, оны да көріп жатырмыз. Енді қазақтың бір қызы бақытты болуға қалай болғанда қақысы бар. Ол баласы бола ма, байынан ажыраса ма, ол тағдыр. Ал ол тағдыры солай болды екен де бол. Бетін аштырмау керек. Танеме дейді біреулер, Құдай-ау. Тақия кимеу керек еді дей ма. Құдай, жандарым, ақылдарыңды бір жерлерге қыстырып қойсаңдаршы осындайда. Неге сондай көсемсіп, шешенсіп отырасыңдар? Әжептәуір ел алдында жүрау, халықтың бір проблемасын айтатын адам-ау деп қарап жүрген адамдардың өзі тықсып қатын үсектен араспай жатқан мына заман не болып бара жатыр деймін да. Біреуге бақыт тілей алмау деген, біреудің бақытын көре алмау деген нағыз сорлылық қой. Білмеймін, мен енді айтарға сөзім жоқ. Сосын Нұрлан аға екеуміз тойға бара алмай қалдық енді. Мен де дайындалып жүргем, негізі барам деп. Бірақ именно сол күні менде бір подкаст бола қапты, ұмытып та кетіппін. Әйтпесе Гүлнар ханыммен, жаңағы директор ғой өксін, жақсы сөйлесіп хабарласып тұрамыз. Сосын бара алмай қаппын. Бармағаным да дұрыс болған сияқты негізі. 500 мың миллионнан апармысың. Ұят болып қалғандай екен да. 100 мың теңгемді шошайтып алып барсам, позор болып қалғандай екен. Ничего страшного деп, әрістің қайыры бар. Бірақ бара алмасам да мен бақыт тілеймін. Шын жүректен қуандым. Прям өзім бір алғаш күйеуге шыққан кезімдегідей бір сезімменен қызыға қарап отырдым. Бақытты болып кетсе екен деп әу бастан тілеулеспіз ғой. Қазақтың бір қызы сорпа бетіне шығып, халықтың назарында жүрген, екі елдің қазақтарын шулатып жүргеннен Ерсайдың бақытты болмауға қақысы жоқ. Мен шын жүректен бақыт тілеймін. Ерсай Олжас, ел не демейді, ла-ла-ла деген мақал бар ғой. Сосын жаңағы үрген иттің бәріне тас лақтырсаң жолда қаласың деген сөз бар. Олармен арпылдасып керек жоқ, өз қадіріңді түсіріп алмай, сол әдемі қалпыңмен керек те қылмай қойшы, керек те қылмашы, пожалуйста. Олар сөйтіп шәбелеңдеп қояды. Соны айтып қояйын деген негізі. Уақыт жоқ қой жатыр.